Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін өзбек және орта азиялық асхананың танымал тағамы дымляманы жасап көрсететін боламын. Ол баяу отта өз шырынында бұқтырылған ет пен көкөністерден дайындалады. Ең алдымен етімізді жақсылап турап аламыз. Мендегі сиыр еті, сіздер жылқы етін қолдансаңыздар да болады. Кейін құйрық майымызды тураймыз. Мен сұйық май қоспаймын, сондықтан тек қана осы құйрық майды ғана пайдаланамын. Пиязымызды және көкөністерімізді әдемілеп осындай нарезной пышақпен кесіп алсаңыздар болады. Сәбізімізді тураймыз. Енді болгар борщын тураймыз. Жақсылап ашып, ішін тазартып аламыз, кейін тураймыз. Мен жартысын ғана қостым, сіздер толықтай қоссаңыздар болады. Енді ең астына табамыздың отын жағып, қыздырып, құйрық майымызды, оның бетіне етімізді және жіңішкелеп туралған пиязымызды саламыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Әдемілеп туралған картопымызды, сәбізімізді және болгар борщын саламыз. Енді препараларымызды осылай араластырып, бетінен салып шығамыз. Кейін сарымсағымызды және қара бұршымызды, лавр жапырағын салып, бетін қырыққабатпен жауып қоямыз. Қазанымыздың қақпағын жауып, ең баяу отта 1,5-2 сағатта пісіреміз. Тағамымыз дайын болды. Мен 2 сағаттың шамасында пісірдім. Енді ыдысымызға саламыз. Менің каналыма подписаться етіп тіркелуді ұмытпаңыздар және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта сіздерге көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Міне видеодағыдай тамағымыз керемет, жып-жұмсақ болып пісіп шықты, әрі асты да жабыспады. Тағамымыз дайын болды. Ыстық күйінде бетіне осылай жасыл пиязды немесе укропты салып ұсынуыңызға болады.